Джейн Остиннің «Тәкаппар ғашықтар» романы махаббат жайлы ғана емес, адам мінезінің терең қатпарларын ашатын көркем шығарма. Бұл туындыда жазушы сезім мен ақылдың, тәкаппарлық пен қарапайымдылықтың қақтығысын шебер суреттейді. Роман оқырманды бірден сыртқы оқиғамен емес, кейіпкерлердің ішкі әлемімен баурайды. Шығарманың басты кейіпкерлері Элизабет Беннет пен мистер Дарси. Элизабет ой еркін, сөзі өткір, өз пікірін ашық айтатын қыз. Ал Дарси бай, білімді, бірақ сырт көзге суық әрі менмен болып көрінетін жігіт. Алғашқы кездесуден бастап олардың арасына түсінбеушілік орнайды. Бірі тәкаппарлықтың торына шырмалып қалса, екіншісі асығыс ой түйіп қате пікір қалыптастырады. Алайда уақыт өте келе кейіпкерлер бір-бірін тани бастайды. Әрбір кездесу олардың ішкі өзгерісіне себеп болады. Элизабет өз ойын қайта қарауға мәжбүр болса, Дарси өз мінездігі менмендікті жеңуге талпынады. Осы ішкі күрес романға ерекше тереңдік пен шынайылық береді. Тәкаппар ғашықтар бізге махаббаттың жолы әрдайым тегіс болмайтын, кейде оған ең үлкен кедергі өз мінезіміз екенін аңғартады. Бұл шығарма оқырманды сабырлы болуға, адамды сырттай бағаламауға, ал шынайы сезім үшін өз-өзіңмен күресе білуге үйретеді. Сондықтан бұл роман тек бір дәуірдің емес, барлық уақыттың оқырманына арналған мәңгілік туынды. Роман соңында кейіпкерлердің тағдыры арқылы автор кемелденудің маңызын айқын көрсетеді. Элизабет пен Дарсидің бақытқа жетуі кездейсоқ емес, ол өз қателігін түсініп, ішкі дүниесін өзгерте алғандарының нәтижесі. Осы арқылы Джейн Остин шынайы махаббат тек сезімге емес, өзара құрмет пен түсіністікке негізделетінін дәлелдейді. Сонымен бірге, шығармада қоғам пікірі мен жеке таңдау арасындағы тартыс та маңызды орын алады. Кейіпкерлердің шешімдері арқылы оқырман өз өміріндегі таңдауларға да ой жүгіртеді. Роман адамды сабырлыққа, төзімділікке және адалдыққа тәрбиелей отырып, уақыт өткен сайын өз құндылығын жоғалтпайтын классикалық шығарма ретінде бағаланады. Роман тек махаббат хикаясы емес, ол өзін-өзі тану жолындағы рухани сапар. Кейіпкерлердің ішкі өсуі, қателіктерден сабақ алу оқырманға да үлгі болады. Тәкаппар ғашықтар адам жүрегінің күрделілігін, мінездің өзгеру мүмкіндігін дәлелдейтін терең әрі тағылымды туынды.